Мемлекеттік қызмет істері бойынша департамент қызметкерлері қараша айы бойы әріптестерінің кабинеттерін араламақ. Олар қоғамшылдармен бірге жұмыс жағдайын тексеруде. Нәтижесінде Кең Сарайдай кабинеттерде отырған ауылдық округ әкімдері анықталған. Департаменттің 4 шұғыл тобы 27 облыстық басқарма мен қалалық бөлімде болған. Жақында Ақсудан оралды. Тексеріс нәтижесі бойынша басшылар кабинеттерінің 30%-ін мамандарға беру қажет екені анықталған. Мониторинг қорытындысы қыстың басында белгілі болады. Если руководитель госоргана должен... Мысалы, мемлекеттік орган басшысының кабинеті 15 шаршы метрден аспауы тиіс. Жамбыл ауылдық округінде бір шенінің ауданы 70 шаршы метр болатын кабинетке отырса, Ямышев ауылдық округының әкімінің кабинеті 60 шаршы метр болған. Ал Аққулы ауданының әкіміне ауыл әкімдерінің кабинеттерін қайта құру кеңесі берілді. Ауданы 3 бөлмелі пәтердей жұмыс орнынан қол астындағыларына бірнеше бөлме жасауға болады. Бұл бюджеттік қаражатты үнемдеуге септігін тигізеді. Айта кету керек, стандарт бойынша аймақ басшысының кабинеті 56, ал қала немесе аудан әкімінің жұмыс орны 36 шаршы метрден аспауы қажет. Аида Адрахова, Алия Мухамедова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы.